Қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының міндеті және қасиетті борышы. Қарулы күштердегі әскери қызмет Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауға бағытталған. Өкінішке орай соңғы кездері әскерилердің бейбіт уақытта қаза болу фактілері жалғасуда. Бұл өз кезегінде қоғамда үлкен алаңдатушылық тудыруда. Бұл әскери бөлімдердің басшылығы мен әскери полиция органдары қабылдап отырған шаралардың жеткіліксіздігін көрсетеді. Әскери борышын өтеп жатқан сарбазға оқ тиіп көз жұмды. Әскери бөлімдерде әлімжеттік жойылмай тұр. Айдың күнің аманда сарбаздардың бірі арбаға таңылса, өзгесі табытпен оралып жатыр. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әскердегі өлім-жітімнің жиілеуіне байланысты комиссия құруды тапсырды. Осыған байланысты Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов құрамына әскери тергеу органдары кіретін Ішкі істер министрі тергеу департаментінің басшылығына әскери ортадағы қылмысты құқық бұзушылықтарды анықтау және тергеумен қатар әскери қызметшілердің қаза табуы мен олардың арасындағы өз-өзіне қол жұмсау фактілерін алдын алуға белсенді қатысып, тиісті шараларды қабылдауды тапсырды. Бұл жұмыс қызметтің негізгі басымды бағыттарының бірі ретінде айқындалды. Ағымдағы жылдың 1 тамызынан бастап Ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің басшылығымен әскери тергеу басқармасы және оның өңірлік бөлімшелерінің әрбір қызметкері мен қарулы күштердің, ұлттық ұланның және шекара қызметінің барлық бөлімдеріндегі жеке құрамды құқықтық хабардар етуді, сондай-ақ тәуелсіз психологтарды тарта отырып, әскерилер арасындағы қайғылы жағдай мен өз-өзіне қол жұмсау фактілеріне жол бермеу бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Өткізіліп жатқан шаралардың негізгі міндеті әскерилер арасындағы қайғылы оқиғалар мен өз-өзіне қол жұмсау фактілерінің алдын алу, ықтимал қауіп тудыратын жағдайларды дер кезінде анықтап, оны болдырмауға қажетті көмек көрсету. Бұл ретте мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден өз әріптестерін құрметтеу, командирлердің заңды бұйрықтары мен өкімдерін орындау, сондай-ақ әскери жарғылардың талаптарын мүлтіксіз сақтау талап етіледі. Командирлер тарапынан заңсыз іс-әрекеттер орын алған жағдайда бұл туралы дереу әскери полиция немесе Ішкі істер министрлігінің әскери тергеу органдарына хабарлау ұсынылады. Өз кезегінде командирлерден жас сарбаздардың заңды құқықтарын сақтау, олардың тұрмыс жағдайларын жақсартуға шаралар қабылдау және профилактикалық жұмыстарды күшейту талап етілуде. Сондай-ақ лауазымдық өкілеттіліктерін асыра пайдаланудың құқықтық салдары түсіндірілуде. Осының нәтижесінде бейбіт уақыт кезіндегі әскерилер арасында қайғылы жағдайлар динамикасы азайғаны байқалуда. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғасын таппақ.